пікірі. Демократиялық қоғам. Сен ол үшін күйме, ел болсын. Сөздің ретінде Орынбасар. Інішегіміз айтып отырғанда адамды емдегенде қара нәрселер шығады деген себебін. Адамның ішінен шығады. Соны түсіндірейін дегенім менің, айтайын дегенім. Қандай нәрсе ол? Әрине қара деген ол біз әрқашан қараға, жаманға, жынға бағалаймыз. Сондықтан бұл балада үлкен керемет бір жын бар. Сол оқыған уақытта ана алдына келіп отырған адамдардың жындары қашады біріншіден. Оны сіз көзіңізбен көрдіңіз ба? Енді мен сіздерге айтамын, енді ағамыз қолдап отыр ғой бұл кісіні. Бұл кісіні біз құрметтейміз, танимыз, жақсы білеміз. Емшілердің жақсы аты шыққан осындай бала болсын, мейлі әйел болсын, бұл кісілер қолдайды. Өйткені салалары бір бұның. Біздің саламыз бөлек. Біз дінге Құдайдың ақтығына шақырамыз. Сіздер Құдайдың ақтығына, мысалға, бұны да Құдай беріп отыр, я? Сіз соны неге ақтыққа шығармайсыз? Құдай беріп отқан нәрсеге сіз оны керісінше амалдарын істеп тұрсыз. Бәлкім сіз осы дінде жүрсіз ба, бөтен дінде жүрсіз ба? Біз білмейміз. Бәлкім бізде бөтен нәрседе жүрік, сізде бөтен нәрседе жүрік. Бұлай ғой енді. Бұл емшілер ең басында осылай бастайды. Керемет, бәрі елдің бәрі ағылады. Кезінде Ферғанаға да ағылған. Союз бойынша. Одан кейін сары өлеміз. Бұлардың біреу үкі тағып шығады, біреу қатынша киім шығады, еркеге әйелше киім шығады, біреу үкі бір киімеше киіп шығады, әйтеуір сөйтіп бастайды. Сөйтіп өзінің реклама жасайды. Керемет. Енді қараңыздар, адамда сенім бар. Бұл сенім біз Құдай тағаланы көрмейміз, сенеміз, періштелерді көрмейміз, сенеміз, жындарды сенеміз, көрмейміз, сенеміз. Сенім адамды 180 градусқа ауыстырады. Яғни ауырып еміз деп барған адам, мұна денесінен біті оқалап отырып бір кірді домалақты алып, мұнаны айналайын ше қойшы. Осы саған ем болады десе, соны ішсе сол ем болады. Сеніміне байланысты. Яғни адамның психологиясына жұмыс жасайсыз. Енді қараңыз. Меккеге барған уақытта Зәмзәм деген қасиетті су бар. Орыстар крещение не күндерінде сол 12 сағатты 12-де аласыңдар деп айтады. Соны ішіп жатады. Екі суды салыстырайық. Зәмзәм су, пайғамбарымыз о кісі енді Алланың елшісі айтқан. Лиман шурибалаху, аззәмзәм лиман шурибалаху. Сен Зәмзәмді неге ниет қылып ішсең, сол ауруыңнан жазыласың. Бақытты болғың келе ма, балалы болғың келе ма, ұзақ жасағың келе ма, ниетіңе байланысты. Көрдіңіз ба? Үйдегі отырған суыңызға, қара суыңызға да қарап отырып, жаратқан, жасаған Алла. Өзің жарылқай көр, емді де беретін өзіңсің, ауруды беретін өзіңсің. Деп ішсе адам өзі жазылады. Бұны самовнушение деп орысша айтып жатады. Яғни сенімді арттырып, суды ішіп өзі емделуге болады дейсіз ғой. Қай бір нәрсені жесеңіз, қай бір нәрседен осы да маған ем болады. Бұл дін ең бірінші ақылдан жоғары тұрады. Ақылдан дін жоғары кететін болса, ақыл жоғары кететін болса дінді. Онда осындай адасулар көбейе береді. Көрдіңіз ба? Ағылып бара береді. Бұл баланың қазір басқан жеріне бар, аунап жатқан қыз келіншектері бар. Мен оған айтайын дәлел ретінде. Менің осында жақында ғана құдағиымен оның қызы мен жеңшем ғой енді. Сол барды. Енді олар маған сояқтан звондайды ғой. Кел, 2000 адам қалды. Керемет. Ана коляскалар, мына очкилер үйіліп жатыр. Баланың топырағына жүрген жеріне аунап жатыр дейді. Менен келімшегім көтермей жүрді. Кел сүйерге аунасын дейді. Астағфырла, Құдай сақтасын. Құдай бермеген нәрсені сен тартып ала алмайсың. Сіз неше күннен бері Құдай берсе, бермесе, бермей тартып ала алмайсың. Оның топырағына барып аунап шіріктік амал жасағаннан гөрі баласыз өткенде дұрыс па деймін де, өйткені мәңгілік өміріміз біздің ақыретте. Сондықтан жаңағы кластағы құлап атқан столдың барлығы бар ғой, ол біздің қазіргі телеарнада да жындардың киносын көрсетіп жатыр ғой. Біреулер человек невидимка сияқты. Тура сол ғой, сол жындар ғой, бұл басқа ешнәрсе. Сіз айтыңыз, сізге нақты сұрақ, Ербосын екеумізде бір сұрақ туып тұрған сияқты, Ербосының ішінде жын бар дедіңіз. Ол ойға қайдан келдіңіз? Өйткені мына адаммен жын байланысады. Емшілердің көбісі жынмен байланыс жасайды. Осы тұрғанда сіздің ішіңізде де соны сөйлеп тұрған жын шығар бәлкім. Жынмен байланысады деп. Сіз жоқ тұратыңыз. Пікірін тыңдайық. Егер осы бала қасиет қонса, мына жаңағы керемет емші әлі балағатқа жетпеген бала болатын болса, имам кісілерге бұлай айтуға да болмайды. Тем более, сіздер Алланың жолында жүрген адам өйтіп айтуға болмайды. Енді жынмен адамдардың емшілердің байланысы бар. Бұл хадисте де айтылған. Көріпкелдер бар.
тас шашатын карта әртүрлі енді көп қой қазір емшілер, е? Мен айтамын соларға. Ең күшті болатын болса, қазба байлықты алтынды жерден тауып алсын, ана көріпкелдері айтатын. Енді емшілерге айтатын. Барлық адам қасына барса, сен қиналып жүр екенсің, сен бүйтіп жүр, айналайын қарағым-ау, сені бүйтіп қысып жүр екен десе, бәрі құлай береді. Жақсы сөз, жылы сөз жанға дауа деген. Жақсы сөз жарымыз. Жарымыз жанға дауады, жанға ем болады. Сондықтан жын келіп айтады құлағына. Мына айтып отыр ғой жаңа. Жоқ, екі иығында екі періште бар. Ол жын ғой, ол қаяқтың періштесі. Сонда ол айтып отырады. Мынау мынандай, сондай деп. Мысалы, сіздің деніңізде бір сөз айтса, оған 10 сөз қосып, мына емші оны керемет қып айтады. Сонда ана адам сылқ түсіп, алдында жығылады. Илана кетеді. Иланады. Ел болсын, айтыңыз пікіріңіз. Мысалы, біз жақта қара молда деген кісі бар. Bir жағынан молда, bir жағынан емші. Сүндетке балдар отырғызады. Соған бардым, мысалы мен бір рет бардым. Мен өзім емші болғанымен, сол кісіге, сол емшіге мен басып бардым, я. Бардым, мысалға, жеріне 2 рет аунадым. Bir gün қондым, ертеңгісіне мен ауылға келген. Жоқ, тұратыңыз, айтайын сізге, айтып болайын сізге. Тыңдайық, бір-бірімізге құрмет көрсетейік. Орада, мысалға, менің інім де бар, еріп. Bir рет аунап еді, піштіріліп шықты. Мына кісі де бар. Біз көзімізше көрдік. Не деген бұл құдіретті, біз де таң алдық өзіміз. Bir рет аунап шықты, піштіріліп шықты. Қалай ол? Ол кімнің құдіреті деп ойлайсыз? Аллах тағаланың ба, әлде сол кісінің ба? Соны елші, жоқ, елші емес. Не ретінде, себепші ретінде жіберіп отыр. Мен мысалы бір күн жаңа Қарамолда атаның несіне барғанында бір күн жаттым, ертеңгісіне ауылға келіп мен бала піштірдім, кәдімгі қайшымен. О, не деген? Bir жағынан ол кісіге көп артып, біздің ауылдардан, өтен елдерден де барып, балдасын бір рет аунатып шығады, оны медицинаға барып кесіп, оны қанатып, өйтпек бір рет аунатылып шықты, піштіріліп шықты, өз көзімізбен көрдік біз. Мысалы, ол кісі жаңа ана кісі айтып отыр, шай қойып дайындап отыр дейді. Ол кісі ана үй жағына отырып алып айтып отырады екен. Мана алыс жолдан бір адам шаршап шалдырып келе жатыр, кемпір-ау, шай қойып қой деген. Соны маған немересінің айтты. Сіз мысалы, сізде неңіз оққан-тоққан кісі шығарсыз. Маған Ишан баба неге өй деп айтты? Ол сіздердің ұстаздарыңыз ғой. Ал енді мен саған айтайын інішек, жаңағы піштірілген турасында айтайын. Жоқ, жаңа Ишан бабам айтты. Ишан бабаңыз сіздің жолыңызда, сенің жолыңда жүрген бабалардың бірі. Жоқ, менің жолымда ол менен үлкен. Жоқ, інішек айналайын, сен білесің бе, оқыған, араласып жүрген біздер білеміз бе? Ол кісінің қандай жолда? Құдай тағала білімді екі адамға береді, қандай білім? Сондай білім, бір білімде бізде алып отыр. Тыңдай енді, пайдалы ілім бар, пайдасыз ілім бар, түсіндің ба? Ал енді жынның құдіретін айтайын саған. Жынның құдіретін. Жын деген нәрсе дүниенің арғы бұрышына, мына бұрышына әп-сәтте келеді. Яғни сол құдіретті жын сіздің ойыңызша ел болсын бауырыңыздың бойында бар дейсіз. Бұл жындар 5000-6000 өмір сүреді. Жыл 5000-6000 жыл өмір сүреді. Сіздің 7 ата-бабаңыз емес, 70.000 ата-бабаңыз айтылады. Сонша жыл өмір сүргеннен кейін. Сонда сіздің 7-ші атаңыз осындай еді, мұндай еді деп сүйреттеп береді сізге жындар. Енді міне емші соны айтып отырады, әлгі адам ойбай өзінің атасы. Яғни жынның айтқанын баяндап отыр. Әлбетте солай. Сіз түс көресіз ба? Бұлай. Түс көрем. Көресіз, я? Оны жақсылыққа бағалайсыз ба? Әрине түстің барлығын жақсылыққа бағалау керек. Жақсы қабылдаймыз, бағалаймыз. Сол сияқты маған да бір жақсылықта түсті береді. Сіз мысалы, сіз жаңа айтып жатсыз, жын келіп жаңаның алдына айтып келеді деп. Қай адамға дәлелдейсіз? Ана адамға айтыңызшы. Жынға айтыңыз, 7 бабасынан бастап маған, 7 бабасынан бастап айтып беріңіз деңіз. Айта алмайды. Сіз сол жындармен араласып жүрсіз ба? Біріншіден. Екіншіден, сол жындармен жүрсіз ба? Соны дәлелдеңіз, содан кейін барып мен сенет шығарым. Бірақ бізде Аллах тағала айтқан шексіз құдіретті беретін де Аллах тағала, шексіз құдіретті алатын да Аллах тағала. Burada сіз екі сөзді таластырып отырсыз. Бәрінде бір істейтін Аллах тағала. Жында, шайтанда, періштеде аман болсын, сізде болсын, Алладан үлкен берсін. Кейбір шаламолдалардың өзі мына халқымыздың көзін ашудың орнында қараңғылатып бара жатыр. Ал енді бағадан бері бұл емшілік деген Алланың құдіреті бүгінгі заманда демократия заман десек, кім қайда барып емделеді? Шетелге барама, дәрігерге барама, емшіге барама, шипасын көрсе болғаны. Мен бір қарыдан сұрап едім. Осы Қыдырата қайда, Жын-шайтан қайда деп оны ұстаған кім бар екен деді. Кім оны видеоға түсіріп апты? Кім оны жаңа сөйлесіп құшақтасып суретке түсіпті?
Оны қайдан білесің? Маған Бұқарадағы ұстазым солай айтқан. Сондықтан әр адамның жүрегінде Алласы. Жүрегінде жын, сенім. шайтан, басқа дүниелерге деген Сондықтан да сенім жоқ. біз жамандап кеп, біздің осындай мұндайдан көріңі, әркім өзінің жыртығын бүтіндеп алу керек. Емшілер, Семейдегі кімнің Мұратбек Қажының уағындағы мешітте имамы адам өлтірді. Өскеменде имамы адам өлтірді. Аягөзде имамы тонап Қостанаймен қашып кетті. Жамбылда соғыс деді. Иншалла, менің қарамағымда емшілерім дәлем біледі, ондай анау мына пәледен аулақ. Сондықтан да біз ондай пәледен құтылмасақ, онда артық сөз айтқаннан гөрі әркім өзінің жанында қарап алсын. Рахмет пікіріңізге, психолог маманға. Нұрайша, қазір бір минут, Елбосын. Мысалы, әлеуметтік желіде біз Елбосынды студияға шақырардың алдында жан-жақты зерттеу жасадық. Әлеуметтік желіде Елбосын жайында неше түрлі пікірлер бар. Кейбіреулердің пікірі психологиялық ауытқуы бар деген пікірлер де айтылады. Сондықтан да сіз психолог маман ретінде сіздің пікіріңіз. Психологиялық болғалыда мен нақты айта алмаймын, бірақ та енді психолог ауытқу деп түсінемін. Ойлап қарайтын болсақ, жаңағы осы студияға келгеннен бастап, мүмкін бұл Аллах тағаланың берген бір сыйы шығар, халыққа көмектессін деген. Осындай бір халық лажсыздан барғаннан кейін жаңағы айтып, ДЦП-да тұрып кетіп жатыр, көз көрмейтін адамдарды көз көріп кетіп жатыр дейді. Мүмкін шынымен де бір внушение, яғни сенім, психолог тұрғадан қарағанда. Сонымен жазылайын деп барғаннан кейін бұл балаға сөйтіп Алла тағала берген бір күш, тылсым күш, шынымен де емдейтін де шығар. Енді мен оны айырып бара алмаймын. Өйткені жаңағы оқиғадан кейін мен қатты сене алмаймын. Бұл балада шынымен де жаңағы молдамыз да айтып отыр ғой, ішінде жын бар, үлкен жын бар деп айтып жатыр. Мүмкін шынымен де психологиялық ауытқу да бар шығар. Бұл уақытша болатын нәрсе шығар. Одан кейін мүмкін кетіп қап жаңағы көзден ғайып болып кетеді. Ертең біз сіздің сөзіңізге сүйенсек, бәріне де ақиқаттың, шындықтың соңына уақыт емші дейсіз ғой. Рахмет. Ханға да, қараға да берілетін әрине уақыт ортақ. Сондықтан да Орынбасар аға. Енді емшілердің ең төрі ағасы деп айтсақ та болады, ағамыз отыр ғой енді. Бұл жерде бір-бірімізге сын айтуға келген жоқпыз. Хақтықты айту керек. Құлул хақ уәләу кәна мурран. Шындықты айт, ашты болса дейді. Түсіндіңіздер ме? Сондықтан емшілер бар, сынықшылар бар, үзетіндер бар, қан алатындар бар. Міне сондай кісілер болатын болса, міне солар емші. Қалғаның бәрі далбаса. Рахмет. Елбосын. Мен өзім бұл кісі дінде жүрген кісі, дінде жүрген кісі. Бұл Алла, біз жаңа Алланың аузымызға айтып атқасын. Алла бар жерде жын да шайтан да болмайды. Алла адамның аузында болса, менің ішіме жын кірсе, неге мен ойнақ шымаймын? Неге бірдеңе адамның астына жатып сөйтпеймін? Жын кіріп кеткендер адам астына жатып, сондайлар болады. Мысалы, сіз имамсыз, менің ауылымда Жеткербай деген имам болды. Сол мешіттің имамы мені алдады. Біреу өзі оқыды, түрлі нәрселерін тағы істеді, және тағы ақшалар сұрады. Мешітке келген адамға маған 5.000 теңге, мына 500 теңге маған құны да болмайды деп. Кеше ғана біздің ауылда Жеткербай деген кісі орнынан шығып кете жаздады. Яғни сіз өз ақиқатыңызда қаласыз? Мен ақиқатымда қалам. Имамдар болсын, нелер болсын, маған ештеңе сіз айта беріңіз, маған ешқандай кедергісі жоқ. Мен өзім емімді жалғастырам, өзімдікін істеймін, емдерін істеймін. Мен адам жазылып, Алладан сауап алсам, және адамдардың рахметін алсам, соның өзі маған үлкен мәртебе, жетістік деп ойлаймын. Рахмет. Әр адамның өзінің шындығы бар. Ақиқат біреу ғана. Ақиқаттан алыстамай ағайын. Сіздермен бірге болған, аман тасыған өмірде аман жүріңіздер.